Хабарым жалғастырамыз. Қазақтелеком акционерлік қоғамына қарасты Алматы Телеком компаниясы Мегалайн интернет желісіне қосылған әрбір 1000-шы абонентті салтанатты түрде марапаттады. Қазақтелеком ұйымдастырған мерейтойға алыс жақын шетелдермен ең көп сөйлескен абоненттерде қатысы бестелік сыйлықтарға ие болды. Осы жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақтелеком акционерлік қоғамы ТМД және алыс шетелдердегі бағыттар бойынша халықаралық телефон байланысының тарифын едәуір төмендеткен. Енді кез келген тұтынушы шетелдердегі жақындарымен сол ақшаға 2 есе көбірек сөйлесе алады. Осындай мүмкіндікті пайдаланған Қазақтелекомның абоненттері бүгін тасада қалмады. Мен шетелдерге, оның ішінде Қытайға ең көп қоңырау шалған абонент ретінде сыйлық алып отырмын. Қуанышымда шек жоқ. Осы уақытқа дейін ұялы телефон карточка арқылы сөйлесетінмін. Дауыс сапасы өте төмен болатын. Қазір Қазақтелеком байланыс желісіне қосылғаннан бері дауыс сапасы жақсы және жылдам. Бүгінгі таңда Алматы қаласы бойынша Мегалайн интернет желісіне кең жолақты қосылған тұтынушылардың саны 162 мыңға жеткен. Абоненттердің басым көпшілігі Қазақтелеком акционерлік қоғамының филиалы Алматы Телеком ұсынған ғаламторды әлдеқайда жылдам әрі сапалы ететін жаңа цифрлы желісіне қосылып қолданады. Сондай-ақ Алматы Телеком өз тұтынушылар үшін интернетке жоғары жылдамдықты қосылудың ID-net қызметінде енгізіп отыр. 2009 жылдың 16 қараша айынан біз Алматы Телеком жаңа қызмет енгіздік. Ол цифрлық интерактив теледидар ID-net брендмен. Содан бастап біз 7000-нан артық абонент қосылып, осы қызметке қосылған. Сондай-ақ дамушы елдермен бір сатыда тұрған еліміздегі телекоммуникация саласы күннен күнге жаңарып толығып келеді. Оның бір дәлелі ретінде өзге елдегі адаммен тікелей байланысқа шығуға болатын сымсыз радио модемді айтуға болады. Бұл құрылғы дауысты хаттама қалдырып ғаламторда пайдалануға мүмкіндік береді. Здравствуйте, Марат. Вас беспокоит Алматы Телеком, IT-центр. Как у вас дела? Отлично. Как нас видно, слышно? Хорошо вас видно и слышно. Как у вас погода в Астане? Прохладно. Жаңа заманға сай аналогтық станциялар абоненттері жаппай цифрлы желіге ауыстырылған. Ал Алматы Телекомда тіркелген байланыс желілерінің саны 500 мыңнан асады. Өз абоненттерімен үнемі тығыз байланыс ұстайтын Қазақтелеком акционерлік қоғамы алдағы күндерде де бұндай шараны дәстүрге айналдыруды жоспарлап отыр. Лимара Сарих, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматыдан.